Қыркүйек айының соңғы жексенбісі қазақстандықтар еңбек күнін атап өтеді. Осы орайда біздің арнаның түсіру тобы Жезқазған байыту фабрикасында болып, еңбек адамдарымен тілдесіп қайтқан болатын. Жезқазған байыту фабрикаларының тарихы сонау 1947 жылы басталады. Мұнда құрамындағы металдың минералы, физика, химиялық қасиеті мен флотациялау ерекшелігі бір-біріне ұқсамайтын әртүрлі технологиялық талап пен реагенттік режимді қажет ететін 4 түрлі шикізат өңделеді. Олар күкіртті, тотыққан және аралас кен, металлургиялық өндіріс қалдығы. Дәл осы фабрикада Владимир Шемчук еңбек етеді. Осыдан 30 жыл бұрын жай жұмысшы болып жұмысқа орналасқан ол, қазір жөндеу құрылыс цехының бастығы. Адал еңбек абыройға жетелейді. Начал свою работу в качестве бетончика ремонтно-строительного цеха. Ең алғаш жұмысымды жөндеу құрылыс цехында бетоншы болып бастадым. Кейін цехтың шебері, қазір басшысымын. Жұмысым шығармашылыққа жақын десем де болады. Қызықты, жұмысым өзіме ұнайды. Ешқандай жұмысқа алмастырмаймын. Одан әрі қаламыздың өркендеуіне үлесімді қосамын. Кен өндіру мен таза металл өндіру арасында маңызды байланыстырушы буын бұл пайдалы қазбалардан өнеркәсіптік пайдалануға жарамды өнімдер жасайтын байыту фабрикасы. Аталмыш процесте біліктілігі жоғары мамандар, флотаторлар басты рөл атқарады. Тілеу Көпбосынова Жезқазған байыту фабрикасының флотаторы. Ол өндіріске университетті бітіріп, мамандығын меңгергеннен кейін осыдан 30 жыл бұрын келді. Айтуынша ол алған білімін іс жүзінде қолданып, дипломын дәлелдеуге асыққан. Бұл жерде басты мақсат жерде мыс алу, мыстың сапасы. Ай сайын жоспар бар. Сол жоспар бойынша біз сапалы концентрат алуымыз керек. Ай сайын қалатын концентратымыз 37,5. Флотатор күн ұзақ аяқтан тік тұрып жұмыс істейді. Флотациялық машиналар арасымен қозғалады және байыту процесін реттейді. Маманның негізгі міндеті жабдықтың жұмысын бақылау. Жұмыс оңай, жұмыстың енді ауыртпашылығы да, қиыншылығы да, қызығы да бар. Бірақ үйрендік, енді осы оңайды. Бізге енді көбіне осы өзіміздің бастығымыз, Нұрғали Есболұлы, Дүйсенбек Әмірбековичтер білмеген жерлерімізді көрсетіп түсіндіріп жатыр. Қандай қиыншылық болса да сол кісілерге барсақ, әйтеуір шығар жол ақылдарын айтып түсіндіріп отырады. Егер менен кімде-кім фабрикада флотатор болып жұмыс істеу соған тұрарлық па деп сұраса, ойламасаң ең лайықты жұмыс деп жауап берер едім. Болашақта балалар менің ізімді қуғысы келсе, оларды міндетті түрде қолдаймын. Мен өз еңбегімді лайықты деп санаймын. Біз мыс өндіреміз. Мыс өндірістің барлық саласында күнделікті өмірімізде қолданылады. Біз өз еңбегімізден адамзаттың дамуына үлес қосамыз деп түйіндеді Жезқазған байыту фабрикасының флотаторы. Гүлім Маратқызы, Сергей Майкович, Дидар телеарнасы. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.